Шыны керек, қазір менің практикумым мүлде өтпей қалды. Мәселе сапасында емес, мен құндылығын ашып адамдарға жеткізе алмадым. Маркетинг зерттедім, аудиторияларымды қарадым, клиенттің запростарын бәрін анықтай келе, сол кезде барып түсіндім, менің практикумым таргетологтардың нақты болын жауып тұр екен. Байқаусызда маркетинг зерттеп отырып, таргетологтарға арналған практикум жасап қойыппын. Инстаграмдағы контентімнің фундаменті дұрыс болмағандықтан, кімге сөйлеп жатқаным анықталмаған екен. Соны қазір бәрін жаңадан дұрыстап жазып, даже практикумыма қосымша жаңа сабақтар қосып жатырмын. Маған ең көп ақша алып келетін тұрақты клиенттерім ол таргетологтар, яғни олар басқа мамандарға көп ақша жұмсайды. Ал егер таргетологтар осының бәрін өзі жасай алса, ол жай таргетолог емес, профи таргетологқа айналушы еді. Ол жарнама жіберген кезде, мысалы, сайт өтпей тұр ма, баннер өтпей тұр ма, мысалы, басынан аяғына дейін сол процесті өзі басқара алатын болады. Менің қателігім практикум нағыз таргетологтарға арналған екенін уақытында түсінбеу. Сол үшін қазір сіздерге тегін сабақ берейін деп отырмын. Дайын записпен көріп түсініп, содан кейін ғана менің практикумыма келсеңіз болады. Менің практикумым таргетологтарға қандай пайда береді, қалай сол арқылы чегін көтереді, соны осы видеодан анық көретін боласыздар. Міндетті түрде практикум сөзін жазып, тегін сабақ алыңыздар.